Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді шығады, дайындап көріңіздер. Ең алдымен тестісін дайындап аламыз. Тестісіне ұнымызды салып, үстінен тұзымызды және сұйық майымызды құйып, жылы қайнаған емес, жылы суымызды құйып, тестімізді алдымен қасықпен, соңыра қолмен илейтін боламыз. Қамырымызды тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді біз начинкасын дайындап аламыз. Мен алдымен ет тартқыштан фаршымызды өткізіп дайындап қойдым. Үстінен жуамды турап, тұзымды қостым. Енді фаршымыз дайын. Енді манағы тындырып қойған қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кіші-кіші домалақ қыл формаға келтіріп, бөліп аламыз. Сонан кейін оны оқтаудың көмегімен ысатын боламыз. Жайылған қамырларымыздың үстінен начинкамызды саламыз. Және де ортасынан түйеміз де жандарын осылай қолымызбен, саусағымызбен басып, тегістеп кесіп аламыз. Сонан соң үстінен вилкамен дәл видеодағыдай жасап үстінен бастырып шығамыз. Сол кезде қамырымыздан ішінде начинкалары шығып кетпеуіне көмектеседі. Және түрі де өте әдемі шығады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Ары қарай майымызды газға қойып дайындап қоямыз. Мықты қатты отта да, мықты жай отта да емес, орташа отта. Астын жағып, үстінен сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып қойдым. Дайын болған чебурекилерді үстінен қазір салып, пісіріп аламыз. Толық рецепті видеоның соңында және описаниеде қалдыратын боламын. Дәл осылай жасап алдым барлығын. Енді ары қарата қызып тұрған майымызға осылай 2 данадан салдым. Тісімізға сиғанынша саламыз. Және осылай ісіп үлпілдек болып піседі. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын айналдырып пісіріп алатын боламыз. Айналдырдық. Енді келесілерінде осылай дәл осы қалыппен пісіріп аламыз. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Өйткені іші деген өте сочный шығады бөлгенде. Енді дұрыс түсіндіріп, дұрыс сөйлей алмай жатсам, айбетпеңіздер. Мен өйткені дауыспен жақыннан бастап жазып жатырмын. Сол себепті кішкене кемшіліктерім болуы мүмкін. Дегенмен қысқадан нұсқа қылып жеткізуге барымша тырыстым. Дәл осылай шығады чебурекилеріміз. Дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.